Сәлеметсіздер ме? Менің атым Бақыт. Жасым 30-да. Мен трансжігітпін, яғни еркек шорамын. Соңғы жылдары ЛГБТ+ адамдарға қарсы өшпенділік пен жек көрініш күшейіп, бұл менің өміріме де ауыр әсер етті. Былтыр даулы петиция шыққанда қоғамдағы білімсіздік пен жек көрініштің тереңдігі мені шошытты. Сол жылы 9 қазанда бұлт клубына келгенімде полиция мен бір топ әйел танысыма тиісіп жатқанын көрдім. Оларды тоқтатпақ болдым. Бірақ әйелдердің бірі маған балағат айтып, ашық кемсіте бастады. Кейін полиция басқармасына барып шағым қалдырсам да, өтінішім тіркелмей, ешқандай жауап болмады. Биыл Феминита ұйымдастырған адам құқығы мектебіне қатысқанда да сол топ әйелдер жалған ақпарат таратып, айқай шығарып, бізді қорқытуға тырысты. Келесі күні олар есікті теуіп, балағаттап, ал полиция паспорттарымызды рұқсатсыз суретке түсірді. Бұл жағдай маған қатты стресс әкеліп, өзімді тұзақта қалғандай сезіндім. Кейін біздің түрімізді желіге таратып, ауру, арсыз деп кемсітті. Анам да сол видеоларды көріп қатты алаңдады. Осы оқиғалардан кейін менде ПТСР белгілері пайда болды. Психотерапияның 10 сеансынан кейін ғана аздап қалпыма келдім. Бірақ әлі күнге дейін қатты айқай естісем шошимын. Мен қазақ отбасында өстім. Балалық шағымда ЛГБТ туралы ештеңе білмесем де, өзімдің өзге екенімді сезіндім. Ұялдым. Өзгеруге тырыстым. Бірақ бұл мүмкін емес екенін түсініп 23 жасымда болмысымды қабылдадым. 25 жасымда камин-аут жасадым. Басында қиын болды. Бірақ өзіме адал өмір сүре бастадым. Соған қарамастан қоғамдағы өшпенділікті жиі сезіндім. Желідегі қорқыту, ауыр сөздер, қоқаң-лоқы. Онлайнда бұғаттауға болады. Ал өмірде ше, есікті теуіп кірген адамдардан мені кім қорғайды? Неге менің құқым тапталады? Мен қазақпын, тілімде, жерімде, жүрегімде қазақ. Ендеше менің болмысымды қорғауға кімнің хақысы бар? Мен ЛГБТ+ адамдарды қорғайтын заңды қабылдауын сұраймын. Мен сияқты азаматтардың құқығы бар екен мойындауды, ата заңымыздағы теңдікті өмірде де іске асыруын қалаймын. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.